Қайырлы күн, құрметті менің оқырмандарым. Райгүлдің каналына қош келдіңіздер. Бүгін біз әдеттегідей тағы бір жаңа өрнек үйренетін боламыз. Мінекей, қараңыздаршы, қандай керемет тамаша. Бұл өрнек өзі бар болғанда 2 қатардан тұрады және 3 көзден. Мінекей, қандай тамаша. Ал кеттік ендеше осы өрнекті бүгін тоғып үйренейік. Мен мына жерде 15 көз алдым. Және де теріс жағынан бір оң 3 теріс, бір оң 3 теріс қылып, осы қатардың аяғына дейін тоқып шықтым. Ал кеттік ал. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Бір теріс. Енді қараңыздар. Мынау бірінші көз бен екінші көздің екі ортасына ұзын жіпті тартып аламыз. Бір жіпті іліп аламыз. Сөйтеміз де мына 3 көзді үшеуін бірге оңға тоқып жібереміз. Тағы бір қайталап жіберейік. Бір теріс. Мынау бірінші көз бен екінші көздің екі ортасына мына ұзын жіпті тартып аламыз. Бір жіпті іліп аламыз. Сөйтеміз де мынау 3 көзді үшеуін бірге оңға тоқимыз. Дәл осылай осы қатардың аяғына дейін тоқып шығамыз. Мінекей, өрнегіміздің бірінші қатары аяқталды. Енді екінші қатар. Екінші қатарда біз барлық көздерді оңды оң, солды сол қылып, сурет бойынша тоқып шығатын боламыз. Мінекей, бар болғаны осы. Мінекей, өрнегіміздің екінші қатарда аяқталды. Мінекей. Енді осы бір қатарды тағы бір көрсетіп жіберейін. Өрнегіміздің бірінші қатары бір теріс. Мынау бірінші көз бен екінші көздің екі ортасына мына ұзын жіпті тартып аламыз. Бір жіпті іліп аламыз. Сөйтеміз де мына үшеуін бірге оңға тоқимыз. Тағы бір қайталап жіберейік. Бір теріс. Мына екі жіптің екі көздің екі ортасынан мына ұзын жіпті тартып аламыз. Бір жіпті іліп аламыз. Сөйтеміз де мына үшеуін бірге оңға тоқимыз. Дәл осылай осы қатардың аяғына дейін тоқып шығамыз. Мінекей, өрнегіміздің бірінші қатары аяқталды. Мінекей. Дәл осылай ары қарай жалғастыра беретін болсақ, дәл осындай өрнек шығатын болады. Мінекей. Қандай тамаша. Мінекей, бүгінгі көрсетейін деген өрнегім осы болатын. Көріңіздер, тоқыңыздар, бұл сіздердің қолдарыңыздан келеді. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау саламатта болыңыздар. Жақсы.